Баршаңызға сәлем. Бүгін керемет пицца рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ұнымызды дайындап аламыз. Жылы соңымызға ашытқанымызды саламыз. Кішкене қант саламыз. Кішкене ұн саламыз. Араластырамыз. Қақпағын жауып, отсыменіға қойып қоямыз. Бізге керегі қант, сүт, майонез, күнбағыс майы, тұз, ұнымызға барлығын салып илейміз. Алдымен қантымызды саламыз. Содан соң тұзымызды саламыз. Күнбағыс майын саламыз. Майонезімізді саламыз. Сүт құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында жылы болу керек. Ашытқымыз дайын. Ашытқымыз дайын болғанда беті осындай көпіршіп тұрады. Ашытқымызды құямыз. Жылы суымызды дайындап алып ыдысқа қамырымыздың бетіне жеңілдеп аздап құямыз. Араластырып аламыз. Аз-аздан құйып илейміз. Қамырымыз осындай қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа болу керек. Қолға жабыспайтын осындай әдемі қамыр шығу керек. Қамырымызды көтеруге қоямыз. Көтерілген соң қайтарып тағы сәл қоямыз. Ірімшікті өткіштен өткізіп дайындап қоямыз. Пиццамызға осындай лечо салатын қосамыз. Ашыған қамырымыздан керекті бір күлшемізді кесіп аламыз. Астын бөгеміз. Бір-біріне қосамыз. Домалақтаймыз қамырымызды. Осындай қамыр шыққан соң жаймен жаямыз.
Табағымызға сәл май жағып, жайған қамырымызды саламыз. Жегін реттеп саламыз. Майонез саламыз. Кетчуп саламыз. Кетчуп пен майонезді араластырып, бірге жағамыз қамырымыздың бетіне. Тегістеп жегін бәрін жағамыз. Жегін қызарып шығу үшін әдемі. Пиццамыздың бетіне осындай личо салатын саламыз. Пиццамыз өте дәмді, керемет болып шығады. Дәмі өте керемет болады. Пиццамыз құрғақ болмайды. Личо салатының орнына помидор қоссаңыздар да болады. Салатымызды салып болған соң, қызып тұрған пешке 10 минутқа пиццамызды саламыз. 10 минуттан соң пиццамызды қайтан алып, үккіштен өткізілген ірімшігімізді бетіне саламыз. Пешке қайта саламыз. Ірімшік әбден ерігенше ұстаймыз. Керемет пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесіде жақсы рецепттер мен бөлісетін боламын.